Жақында ғана айтқандай, жаздың соңғы күндерінің бірі еді. Ауада күздің алғашқы салқын демі сезіліп, самал терезелердің жақтауын қағып тұрды. Үй бос еді, анам саудаға, әкем кешкеге дейін жұмысқа қалды. Мен өз бөлмемде кітап оқып отырғанмын. Бірақ оқығаным кірмей, мәтіннің әріптері көзіме сырғып жатты. Жүрегімде түсініксіз бір мазасыздық, күтпеген бір нәрсенің алдын ала сезімі бар сияқты еді. Дәл осы сәтте үй есігінің құлпы астырылды. Мен тыңдадым, анам емес еді, ол кілтімен ашатын. Аяқ дабылы естілді, жеңіл және абайлап. Сонан соң менің бөлмемнің есігі ашылып, онда тұрғанын көрдім. Бұл анамның ең жақын досы, Айгүл тәте. Бірақ оны мұндай күйінде мен ешқашан көрмегенмін. Оның әдеттегі күлгіш беті бүгін өте байсалды және тіпті ақшыл еді. Көздері үлкен, толқынды, ішінде үрей мен шешімділіктің аралас сезімі бар сияқты. Ол бөлмеге кіріп есігін артынша жапты. «Сәлем, балам», деді ол дауысын баса. Дыбысы әдеттегідей жылы емес, керісінше тартылған және күйзелісте. «Сәлеметсіз бе, тәте? Не болды? Анам қайда?» деп сұрадым, орындықтан тұрып. Ол жауап бермеді. Оның көзқарасы бөлмедегі кішкене үстелдің үстіндегі біздің отбасылық фотосуретке түсті. Онда мен шамамен 5 жастамын, ата-анам мен маған тұсау кесіп жатқан әжем тұр. Айгүл тәтенің көздері бұл суретке тірелгенде, оларда нұр сөнді сияқты. «Отыр, жігіт», деді ол, төсекке қарап. Мен отырдым. Ол менің жанымда отырды, бірақ тікелей қарамады, өз қолтаңбаларын тығылып қарап отырды. Мен бұл туралы көп ойладым. Әр түрші ойладым. Бірақ уақыт келді. Сенің анаң, ол бәрін айтпақшы еді, әрдайым кейінге қалдырып отырды. Бірақ бүгін мен көргенімден кейін, мен білемін, бұдан әрі күтуге болмайды. Оның дауысы дірілдей түсті. Менің жүрегім қатты соға бастады. Не туралы? Нені көрді? Айгүл тәте, сіз мені қорқытып тұрсыз. Не болды? Ол ақырын басын көтерді және маған тікелей қарады. Сол қараған көзқараста шексіз мейірім мен терең қайғы бар еді. Бұл қараған көзқарас мені 10 жыл бұрын, ауруханада, әжем қайтыс болған кездегі оның көзқарасына ұқсатты. Сенің анаң менің ең жақын досым. Ол сені дүниеге әкелген кезде біз бәріміз үшін үлкен қуаныш болды. Бірақ бұл толық ақиқат емес. Ол сөйлеуді үзді. Бөлмедегі тыныштық тығыз, ауыр және сынғыш сияқты сезілді. Сен туылған күніңде ауруханада біз екеуміз болдық. Сенің әкең жолда болды. Бір ақшыл жүзді жас әйел келді. Ол қатты жарақатталған болатын, және оның қолында сәби бар еді. Ол сәби бұл сен едің. Сөздер ауада асқын күйінде қалды. Мен оларды қабылдай алмадым. Олар маған түсініксіз бір шет тілде айтылғандай естілді. Не? Сіз не айтып тұрсыз? Ол әйел көлік апатына ұшыраған болатын. Ол бізге жетіп, сені менің досымның қолына тапсырып, оған қамқор болыңыз деп айтты. Содан кейін оны реанимацияға алып кетті. Ол қайтыс болды. Біз оның кім екенін, қайдан келгенін білмедік. Оның қолында тек бұл нәрсе бар еді. Айгүл тәте киімінің қалтасынан ескірген, қатпарланған конверт шығарды. Оның үстінде көк сиямен сызылған бір сөз тұрды: Аружан. Бұл менің атым. Менің қолым дірілдей түсіп, конвертті аштым. Ішінде қатпарланған парақ және ескі фотография бар еді. Фотографияда мен көрген емес әдемі әйел күліп тұр, ал оның қолында 1 айлық сәби бар. Артында кең дала, кішкене ауылдық үй көрініп тұр. Парақта қолжазба жазылған болатын. Сүйікті қызым Аружан, егер сен мұны оқып жатсаң, менің қасымда жоқсың. Мені кешір. Мен сені тек сүю үшін жасайтын барлық нәрсені жасадым. Ата-анаңды ізде. Олар сені табу үшін аянбай іздейді. Сенің әкеннің аты Даурен, аналардың бірі Баян, олар Алматыдан, менің атым Эльмира, мен сені аман сақтауға тырыстым. Өміріңді жақсы өткіз, сүй, бақытты бол. Сен әрдайым менің құшағымда боласың. Хаттың аяғында бірнеше сан тұрды, туған күнімнің ресмі нұсқасы емес, басқа күн. Және бір аудандық аурухананың мөрі. Дүние менің айналамда айналып, тоқтап қалды сияқты. Барлығы түсініксіз, сынық айнадай болып кетті. Анам мен әкем, олар менің ата-анам емес пе? Осы күнге дейін сүйген.
Қамқорлық еткен, мен үшін бәрін берген адамдар, олар мені қамқорлыққа алған ба? Ал менің шынайы анам, ол қайтыс болған. Әкем мен екінші анам, олар қайда? Олар мені әлі күнге дейін іздеп жүр ме, әлде ойымда қалды деп ойлай ма? Айгүл тәте менің қолымды ұстады. Оның қолы салқын еді. Сенің анаң менің досым, сені өз баласындай сүйді. Ол сені бауырына басып, тәтті ұйқыға жылыта берді. Ол сен үшін түні бойы сақтап, ауырғанда тыныштандырды. Ол өз өмірін сенің қауіпсіздігің үшін құрбандыққа берді. Ол айтудан қорықты, өйткені сені жоғалтудан қорықты. Бірақ бүгін мен кездестік. Мен сол ауруханадағы дәрігерді кездестірдім, ол әлі де жұмыс істейді. Ол Эльмираның ақырындағы сөздерін есіне алды. Ол, менің қызыма айтыңыз, мен оны шексіз сүйдім деген екен. Мен білдім, уақыт келді. Менің көздерімде жас қаптады. Бірақ бұл жас қайғыдан па, қуаныштан па, әлде шашыраңқы сезімдердің араласқанынан па, мен білмедім. Менің бүкіл өмірім, менің болмысым, менің түйсіктерімнің бәрі сол бір сәтте сынып, қайта құрала бастады. Неге бүгін? Деп сұрадым, дауысым сыңсыз. Өйткені ертең сенің шынайы туған күнің. Және өйткені менің досым қателесіп жатыр. Ол сені ешқашан айтпауға шешім қабылдады. Бірақ бұл әділет емес. Сенің де, шынайы ата-анаңның да құқығы бар. Менің жүрегім мұны көтере алмады. Ол тәуекелді ойнады. Ол өзінің ең жақын досын жоғалтуы мүмкін еді. Бірақ ол мен үшін жасады. Шындық үшін. Ол кеткен соң мен терезе алдында тұрып, қараңғыдағы қаланың жарықтарын көрдім. Менде енді екі өмір бар сияқты еді. Бірі сүйікті отбасым мен бақытты балалық, екіншісі белгісіздікке батып кеткен жаралы тарих. Мен кіммін? Аружан қамқорлыққа алынған қыз ба? Әлде Аружан өз ата-анасын іздеп жүрген қыз ба? Мен қолымдағы фотографияны қарадым. Ондағы әйел Эльмира маған күліп тұр. Оның көздерінде де сол мейірім бар, мен әрдайым анамның көздерінде көрген. Ол мені аман сақтады. Ол мені махаббатқа тапсырды. Енді менің тапсырмам осы махаббатты жоғалтпай, шындықты анықтау. Бүгін менің бір өмірім аяқталды. Енді мен екіншісінің басталу сызығында тұрмын. Алдымда қиын жол, сұрақтар мен кездесулер бар. Бірақ мен білемін, мен жалғыз емеспін. Мені екі ананың махаббаты, бірі қайтыс болған, екіншісі әлі де мені қоршап тұрған қорғайды. Және бұл махаббат мені қараңғылықтан шығарады деп сенемін. Ақиқат ашып болды. Бірақ ол сондай-ақ мені босатады.